Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте жеңіл әрі тез дайындалатын сникерс пирогының рецебімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, мен каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға еріген сары майымызды құямыз. Оның үстіне жұмыртқа, қантымызды салып, венчикпен араластырамыз. Бізге керек ингредиенттердің мөлшерін описанияға қалдырып кететін боламын. Венчикпен осылай араластырамыз, немесе миксермен араластырсаңыз да болады, маңызды емес. Қантымыз әбден еріген соң құрғақ ингредиенттерді араластыратын боламыз. Оның үстіне разрыхитель мен какаоны салып, біртіндеп қасықпен араластырып аламыз да, жаңағы майымыз бен жұмыртқаның үстіне қосатын боламыз. Жұмсақ қамыр елейміз. Ең алдымен венчикпен осылай әбден араластырамыз, соңына қарай қолмен қамыр елейміз. Өте жұмсақ қамыр болып шығады. Өте тез дайындалатын пирогтардың бірі. Осылай қолымызбен әбден қамыр елейміз. Өте жұмсақ, нәзік қамыр шығады. Оны енді формамызға орналастырамыз. Форманың диаметрі 20-22 сантиметр бола береді. Осылай қолымызбен біртіндеп орналастырып шығамыз. Қалған бөлігін бортик жасаймыз. Қамырымызды осылай біртіндеп формамызға келтіріп алған соң, бір 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып қойыңыз, кішкене қатып тұру қажет. Енді карамелін дайындаймыз. Вареный сгущенканың үстіне арахисті салып араластырамыз. Вареный сгущенканың сапасы жақсы болу керек. Менікі кішкене сапасы деген төмен болғандықтан пісірген кезде ағып кетті. Неғұрлым вареный сгущенка қою болса, соғұрлым формасын жақсы ұстайды. Енді дайын болған карамелімізді формамызға саламыз. Бетін әдемілеп тегістейміз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста духовкада 30-35 минут пісіреміз. Балалардың ең сүйікті тәттілерінің бірі осы сникерс пирог. Себебі тәттіні жақсы көрмейтін бала жоқ қой. Сондықтан да осыны жасап көріңіздер сіздерде. Енді осылай пісіреміз. Піскен соң пирогымызды формадан шығармай әбден суытамыз. Толық суығанға дейін ганаш дайындаймыз. Сары май мен шоколадты су моншасында немесе микроволновкада ерітеміз әбден. Оның үстіне үгітілген арахисті салып әбден араластырамыз. Бір келкі болу керек. Пирогымыз толық қана суыды. Оның үстіне енді ганашымызды жылыдай құю қажет. Қатты ыстық қылып құю керек емес, себебі карамеліміз еріп кетуі мүмкін. Сондықтан да жылытып барып ганашты құямыз. Әдемілеп бетіне жағып, тегістеп, тағы да бір жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Толық суу қажет. Осымен біздің пирогымыз дайын. Қараңыздар, қандай әдемі, ал дәмі деген тіптен керемет шықты. Дәл сникерс шоколады сияқты өте дәмді болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қасындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.